Bizim bilesek Kazakistan tarihi. Biz aldığımız sabahta Kazak davasının damaları deyin takırıklı ettik. Sonra bir katılışta bu boyunca tartışmanı yorumladınızlar. Şimdi есіңізге түсіру үшін мына тапсырманы орындайық. Бұл жерде мәліметтерді бір-бірімен сәйкестендіріңіз. Сонымен бірінші көрініп тұр ғой бәріңізге? Иә. Бірінші кім оқиды? Бірінші Көрініп тұр. Дулат тайпасының әмірлерінің ұрпағы. Мұхаммед Құсайынұлы қайда Дулати ол? Дулат тайпасы әмірлерінің ұрпағы. Мырза тек дәулеттің тұқымы екенін білдіретін атау. Дулат тайпасы әмірлерінің ұрпағы. Келесі кім оқиды? Келесі Мұхаммед Хайдар Ойзаты. Мырза тек дәулеттің тұқымы екенін білдіретін атау. Келесі Дивани лұғат ат-түрік еңбегін жазып түркі тілдерінің мәртебесін көтерген Қашқари. Қарақандар ақсүйектер ортасына шыққан. Тағы. Қожа Ахмет Яссауи Сопылық поэзия негізін салушы. Сопылық поэзияның негізін салушы. Келесі Қожа Ахмет Яссауи. Қожа Ахмет Яссауи 1093 жылы туылған түркістандық ғұлама. Өте жақсы, келесі. Әлемнің тарихи деректер бойынша 70-ге жуық тіл білген. Жақсы. Келесі. Әбу Насыр Фараби Отырар қаласында туған. Арабтар ол қаланы Барба Фараб деп атап кеткен. Өте жақсы, Арғы тегі жалайыр. Дұрыс, келесі. Жүсіп Баласағұн құтты білікті 1069-1070 жылдары Баласағұн қаласында бастаған. 18 айдың ішінде Қашқар қаласында аяқтаған. Өте жақсы. Дивани лұғат ат-түрік еңбегін жазып, түркі тілдерінің мәртебесін көтерген Махмуд Қашқари, Қарақандар ақсүйектерді ортасынан шыққан. Бұны сіздер Платонов бағдарламасына негізін салшы. Енді балалар, бүгінгі біздің тақырып Қазақстан моңғол шапқыншылығы дәуірінде. Таныс па тақырып? Бәріміз моңғол туралы біліміміз бар. Сонымен сабақтың мақсатымыз бар. Біз бүгін жалпы моңғол халқының саяси әлеуметтік құрылымы, жасақ, заңы, отырар апаты және ұрысқа бөлінуі туралы айтатын боламыз. Енді бағалау 18-ші ғасыр. Мына аталған критерий бойынша мен баға қоятын боламын. Мынандай сұрақ сіздерге. Хан туралы жалпы, моңғол империясы туралы не білеміз? Бар ма білімдеріңіз мектептен алған? Кім не айта алады? Шыңғыс хан туралы, Моңғолия империясы туралы кім не айтады? Бар ма? Шыңғысхан шын аты Темүжин, немесе Темүжин болып келеді. Ол Монғолияның Анон өзенінің жағасында 1155 жылы дүниеге келген. Сосын Ұлдары туралы не білеміз Шыңғысханның? Моңғолдардың аумағы мен халқы 3 әскери әкімшілікке бөлінген. Қандай? Атауларын білеміз бе? Оң қанаты Барунгар, орталық қанаты Кул, солтүстік қанаты Зунгар. Жақсы, тағы да. Қанша ұлы болған?
тарихта қалған есімдері қанша ұлдары болды? ұлы болған. Қанша? 4. Атайымыз аттарын. 3. Жошы хан, Жошы хан, Шағатай, Үгедей. Үгедей. Тағы 4-шісі Төле, Төле. Төле. Тулей. Моңғол тайпасы негізін қалаушы. Бұл ең алғашындағы Шыңғыс хан. Шыңғыс ханның әкесінің есімі Есугей Баһадүр. Есігей батыр. Есугей. Қандай тайпа? Есугей Ау. қандай шығып еді? Бор жиын, Э, не? Бор жиын тайпасы. Моңғол. Сосын Шыңғыс хан 9 жасында әкесі Есігей батыр татарлар Моңғолдың татар тайпасымен шайқаста қаза табады. Астанасы қай қала болды? Қарақорым қаласы болды, е? Жаңа айтқан өзеннің бойында 1260 жылы хан болып кім тағайындалды? Шыңғыс хан тағайындалды. Сонымен өздерін айтып өткендер кім есімі? Темучин. Мучин. Әйелінің есімі? Бөрте. Өрте, Қай тайпадан шыққан дейді? Бөрте. Қоңырат Мұрат тайпасы. Былайша айтқанда қазақтың Қоңырат тайпасы деген. Қай жүзде бар? Қай жүзде Қоңырат деген тайпа бар. Яғни Бөрте қазақ тайпасынан шыққан деп те айтып жатады, е? Иә. Жошы хан, Шағатай хан, Үгедей және Төле. Бұл жаңа аталған ұлдары. Мына сызбаны талдап келетін адам бар ма? Мына сызбаны таныстыңдар ма? Және түмен. Ол жерде кім талдап келе алады мына теманы? Бұл жерде моңғолдардың аумағы негізінен әскери әкімшілікке бөлінгені жайлы айтылған. Ол жерде 3 әкімшілікке бөлінген. Оң қанат Бурунгар, орталық қанат Ку, сол қанат Зунгор. Және де бұл жерде түмен ол мыңдыққа бөлінген, мыңдық жүздікке, жүздік ондыққа бөлінген. Түменде әр түменде 10 мың әскер, мыңдықта 1000 әскер, жүздікте 100 әскер және ондықта 10 әскер болған. Түменді басқарған адамды түмен басы деп атаған, ал мыңдықты мыңбасы, жүздікті жүзбасы басқарған, ал ондықты онбасы басқарған адамдары. Жақсы. Енді бұл әскери жүйесіне байланысты, е? Дәл осы бүкіл 10 мың әскер қандай заңға бағынды Шыңғысханның? Шыңғысхан осындай әскери одақты құру үшін өзінің заңын құрастырды, е? Дәл Төле бидің бет жарғыны Яса болып табылады негізі. Яса. Яса немесе Жасақ. жасақ. Яса немесе яса жасақ. Енді мына сурет кішкенеде қандай оқиғаны көрсетеді? Отырар. Отырар қаласындағы шайқас. Отырар. Оқиғасын білдіреді. Қандай аңыз әңгіме білеміз? Қандай дерек білеміз? Қандай поэма бар бұл туралы? Ол поэманы кім жазды?
фильмде бар, иә, бұл туралы? Көрсетеді ме сенің фильмде? Балалар. Ау. Аха. Отырар апа, қандай поэманы білеміз? Кім жазып еді ол поэманы? Отырар. Тұрар. Қандай тұлғалар айтылады бұл жерде? Қайырханды білеміз ба? Қайырхан. Қараша Қажиев. Шыңғысханның қандай ұлдары шабуыл жасап еді бұл қамалға? Шағатай мен Үгедей. Не себептен? Себеп неден басталып еді? 1219 жылдары бұл Отырар қаласын Шыңғысханның ұлдары Шағатай мен Үгедей қоршауға алған болатын. Үгедей. Қалда керуені жайлы білеміз ба? Қалда керуені. Қалда керуені той алды. Жер келді. Одан кейін болады. Ашуға берілген Шыңғысхан өзінің Шағатай мен Үгедей ұлдарына Отырарды алуды бұйрық береді. Бірақ Отырар қаласы 6 ай бойы не істейді? 6 ай бойы қоршауға ұстап тұрып, 5 ай бойы жауға берілмей шайқасады. Бірақ Содан қалада азық-түліктің қоры таусылады, аштыққа шыдамаған халық одан кейін соғыс жеңіспен аяқталады. солай ма? Сатқындық болмай ма бұл жерде? Сатқындық болады. 6 айдан соң Отырардағы сатқын Қараша болады. Қараша Қажиев Отырар сатады. қақпасын ашып береді, сонымен Отырар қаласы жермен жексен етіп түзетіледі. Жақсы. Иә. Мына жерде, мына картадан қандай территорияны көріп тұрмыз? Нені есімізге салады? Моңғол империясының жорықтары. Шыңғысхан қайтыс болғаннан кейін не болады? Бөліну бастайды. Яғни Моңғол империясының ұлыстарға бөлінуі. Солай ма? Иә. Қанша ұлысқа бөлінді? Шағатай ұлысы, Үгедей ұлысы Және ең үлкен территориясы бойынша және Төле ұлысы. Жошы ұлысы. Солай ма? Жошы. Осы бөліну туралы қазір мен сендерге бір видео қосам, иә? Ұрпақтары 14-ші ғасырда қалып, білесіңіз, соғыста жаздаған жош бағының батысқа ұлыстардың жеке-жеке қазіргі Қазақстанның батыс пен шығыс бір-біріне тәуелсіз өмір сүре бастады. Ұлы Шыңғысхан жер бетін дүрліктірген Шыңғысханның көзі тірісінде өз ұлдарына бөліп берген ұлыстары ұлы хан өмірден өткен соң бір-біріне тәуелсіз өмір сүре бастады. Қазіргі Қазақстанның батыс пен шығыс, солтүстік және орталық аумағы Жошы ұлысына тиесілі болды. Оңтүстік Қазақстан өңірі Шағатай ұлысына, ал Жетісудың солтүстік шығыс жағы Үгедей ұлысына берілді. Шыңғысханның кіші ұлы Төле Шыңғысханның шыққан жұрты Керөлен Орхон өзендерінің арасына ие болды. Аума жағынан ең үлкені Жошы ұлысының жері. Ол ертістен батысқа қарайғы ұлан ғайыр алқапты, Жетісудың солтүстік бөлігі мен бүкіл Дешті қыпшақты, Еділдің төменгі бойын қоса алып жатты. Естідік па?
Иә. Иә. Осы жерден қандай нәрсені ойға түйдік. Қараңыздаршы, төле ұлысы не себептен Моңғол империясының қара шаңырағы болып қалды? Қалай ойлайсыздар? Кіші ұлы болғаннан кейін деп ойлаймын. Себебі жалпы түркі әлемінде қара шаңырақты кіші баласына беру туралы дәстүр қалыптасқан бізде. Ал Қазақстанның басым территориясы ол Жошы ұлысы. тиесілі. Батыс Қазақстан. Ал біздің өмір сүріп жатқан аймақ, яғни жетісу жері оңтүстік Қазақстан, ол Шағатай ұлысына тиесілі болған, иә? Жақсы. Енді тағы да мәлімет болсын. Қазақстанның әскеріне байланысты. Тарихындағы ең әйгілі Сәлем. Шыңғыс ханның адамзат тарихындағы ең әйгілі жаулап алушылардың бірі болуына көмектескен, оның әскери дарындары туралы көп айтқан болатынбыз. Біздің тарих тележурналының бүгінгі шығарылымында Темүжиннің қол жеткізген жетістігі ненің арқасында екенін айтып береміз. Яғни Моңғол атты әскер жайында. Сол кездегі шежірешілердің Шыңғыс ханның әскерін суреттеуі бойынша мынадай шешім шығара аламыз. Императордың қарамағында сол уақыттың ең үздік жауынгерлер болды. Шыдамды, көнбіс, туғаннан ат үстінде отырып, 3 жасынан садақ атып үйренгендер. Қазіргі заман тарихшылары таңғаларлық шешімге келген. Моңғолдар тіпті соғыс кезінде де, Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі моторлы әскери бөлімдерден жылдам қимылдаған. Моңғол атты әскерінің әдеттегі жылдамдығы 2 аптада 700 шақырым болды. Бұл сол замандағы еуропалық әскерлердің жылдамдығынан 3 есе көп. Керек болса 3 күн ішінде 300 шақырым жүрген. Ал шұғыл жағдайларда атты әскерлер 1 тәулік бойы тоқтамай жүрген. Моңғолдар жорыққа өздерімен бірге ауыр азық-түлік алмаған. Олардың рациондарының негізін асылған ет пен күнге кептірілген сүт құраған. Нан жүріп келе жатып дайындалған, түйенің қолтығының астында. Ол жерде қыста да температура өте жоғары болған. Керек болған жағдайда ат үстіндегі әскер аттың күре тамырын кесіп, оның қанын ішкен. Тойған соң оны қайтадан тігіп қойған. Моңғол аттары шыдамды болған, қатты суыққа төзімді және қардың астынан да шөп тауып жей алған. Моңғол әскерінің қарапайым жауынгері керек кезде ауыстырып отыру үшін өзімен бірге 3 ат алып шығады. Айтпақшы, үстіне жауынгер мінбеген аттар да шайқас кезінде пайдаланылған. Әскердің санын көбейтіп көрсету үшін және қарсыластарды шатастыру үшін олардың үстіне адам бойымен бірдей қуыршақтар отырғызған. Марш кезінде авангард және қапталдар бойынша 300-ге жуық жасақ жүріп отырған. Олар негізгі бөлімді күзетіп қана қоймай, сонымен қатар жақсы жайылымдар мен сулар іздеп отырған. Саяхатшы Плано Карпини моңғолдардың жолында кездескен өзеннен өту процесін толығымен суреттеп берген. Салтаттылар киімдері мен басқа да мүліктерін су өтпейтін былғары қапшықтарға салып, ер-тоқымның астына қойған. Тіпті кең өзенді кесіп өту үшін әскерге бірнеше сағат жеткілікті болды. Моңғолдардың кавалериясы 2 бөліктен тұрды. Жеңіл және ауыр атты әскер шайқас алаңында қолбасшының дауыссыз, ал түнде түрлі түсті жарықтар арқылы берілетін шартты белгілермен маневр жасап отырды. Жеңіл атты әскер бірінші болып шабуылдайды. Атты әскерлер қарсыластың қатарына жасаққа бөлініп шабуылдайды. Алыстан садақпен оқ жаудырып, олардың қатарын бұзады. Жаудың алдында маневр жасап, көшпенділер бірнеше сағат бойы оларды осындай шабуылдармен шаршатқан, ал өздері қарсыластардың қарулары жетпейтін жерде жүрген. Осындай стратегиямен моңғолдар қарсыластарын әбден шаршатып, тіпті осы кезеңде жеңіске жетіп жатқан кездері болған. Егер бұл іске аспай кетсе, шайқасқа ауыр атты әскер кірісті. Оның әскерлері мен аттарына сауыт немесе былғары лат кигізілген. Ал салт аттының басын былғары немесе темірден жасалған дулыға қорғады. Ауыр кавалерияның негізгі қаруы алдаспан мен найза болған. Одан басқа арсеналдарына айбалта мен темір шоқпар кірген. Шайқаста моңғолдар жауларын аттан құлатып соққы жасағанды жөн көрген. Ол үшін оларға найзаға байланған аттың қылынан жасалған арқандар көмектескен. Ағылшын тарихшысы Литл Гард бронемашина немесе жеңіл танк моңғол атты әскерінің мұрагері секілді көрінеді деп бекер айтпаған. Әрине, соғыс алаңында моңғолдардың ауыр кавалериясы пайда болысымен жеңіске міндетті түрде жеткен. Ал қарсыластар өте көп әскери шығынға тап болған. Мысалы, ирандық Керманшахтың түбіндегі шайқаста моңғолдар жаудың 20 мыңға жуық әскерін жойғаны белгілі, ал өздері бар болғаны 100 шақты әскерден айырылған. Кейде көшпенділер күшпен емес, айла арқылы жеңіске жеткен. Ал моңғолдардың батысқа жорығы кезінде арнайы үйретілген жауынгерлер қашыңдар, артқа шегінуге бұйрық берілді деп венгр тілінде айқайлағанда, олардан бірнеше есе көп венгр королі Бела 4-нің әскері бытырап қашқан. Неғып мынау 1 сантиметр мұнда қалдырасың? Қатар сөйлемеші.
Соғыста жеңіске жету арқылы моңғол әскерлері жаңа шайқаста жеңуге көмектескен үлкен тәжірибе жинақтады. Жеңілген әскерлерден көшпенділер жаңа тәсілдер мен қару-жарақтарын қабылдады. Мысалы, брондалған атты әскерді олар парфяндықтардан көрген. Ал Қытайда қабырға жаратын қару дайындауды үйренді. Әзірге осы, кездескенше. Міне көрдіңдер, иә? Осындай неше түрлі әскери қулықтың арқасында бүгінгі күні Шыңғыс ханды әлемдегі номер бірінші стратег деп атауының себебі осында, иә? Шыңғыс хан дегенде бізден бірден көз алдымызға елестейтіні оның мықты атты әскері. Солай ма? Бірақ бұл атты әскерінде өзінің минусы болды. Мысалы, теңізден үлкен көлдерден жаңағындай кесіп өтуге мүмкіншілігі болмады. Сол себептен де Европаның кейбір жеріне жете алмады деп айтады. Солай ма? Жақсы. Олай болса, сіздерге мынандай кесте беріледі. Бұл инсерт кестесі деп аталады. Бұл жерде мәліметтерді оқи отырып, сіздер мына белгіні қойып, потом қайта тексеретін боласыздар. Жалпы бар ма сұрақ маған? Сұрақ маған бар ма барлықтарыңызға? Жоқ па? Бүгінше осы, онда қосымша сұрақ болса, WhatsApp-қа жаза жатарсыздар. Тапсырма түсініксіз болса, иә? Олай болса, сау болыңыздар онда. Иә. Сау болыңыз. Сау болыңыз.